Қайырлы күн, достар. Менің аты жөнім Әсем Бұхай. Мен кіммін деген сұраққа жауап беретін болсам, мен Алланың құлымын, Алланың жаратылысымын, басқа ешкім емеспін. Ең бірінші өзімді тұлға ретінде таныстыра кететін болсам, мен 15 жылдай бала тәрбиеші болып жұмыс жасадым. Қазіргі таңда 4 баланың анасымын. Сонымен қатар ана мен баланың психосоматикасын зерттей отырып, жан әлемдерін аша отырып, олардың ауруларын дәрісіз емдеуге және балалардың жылдам оқуына, әдемі жазуына және жадысын дамытуға көмектесіп жүрген маманмын. Бала тәрбиесі құрсақтан басталады. Ананың көңіл күйі сол кездегі балаға әсер етуі әбден мүмкін. Сол ананың мінез құлқымен бала өзінің мінез құлқын қалыптастырады. Сондықтан 0-ден 1,5 жасқа дейін өзін қауіпсіз сезіну үшін ол анадан жәнегі сезімді, қоршаған әлемді солай танитын болады. Өзін қауіпсіз сезіну анасы арқылы. 1,5 жастан 3 жасқа дейін ол мына әлемді өздігінен танып білуге, қарсыласуға, ата-анасына мінезін көрсетуге осы жастан бастап бала өзінің мінез құлқын көрсете бастайды. Жалпы баланың ішкі жан дүниесі 14 жасқа дейін ананың аурулары және ананың ойына, мінез құлқына байланысты болады. Мысалы, баладағы аллергия, сондай бүртпелер шығып жататын болса, анасы мына әлемді қабылдамай жатыр деген сөз. Тағы да осындай балалардың ауруларының, жалпы ауруларын, психосоматикаларын білгілеріңіз келсе, маған подписация етіп, каналыма жазылып қойыңыздар. Рахмет.